Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар, атсүйер қауым. Міне біздер бүгін Ақтөбе облысында, Ақтөбе облысының әкімдігінің кубогіне келдік. Біздер бүгін екіге бөлініп жатыр. Тобымыздың жартысы Маңғыстау облысында Қызан ауылының бәйгесіне кетті. Мен өзім жалғыз осы Ақтөбе облысына келдім. Ал осы еңбегімізді бағалап, арнаға тіркеліп, жан-жаққа таратып, қолдау көрсетсеңіздер бұйыртса. Шапалақтай үйренеді екенмін. Соны өткен видеодан көріп келесіздер бүгін тұрсам бұйыртса. Бүгін енді Ақтөбе облысында ол әрине басқа өңірлерге, Қазақстанның басқа облыстарына жаңалық емес шығар. Бұндай қалай айтсам болады, бұндай кешендер бар шығар, ал бізде Маңғыстауда бұндай жоқ. Мен алғаш рет көріп тұрмын бұндай кешен. Сол себепті кеттік кішкене аралап өтейік. Мынау міне ұлттық спорт мектебі дейді. Балалар, жасөспірімдер спорт мектебі ғой. Кеттік аралайық. Мынандай керемет көгалдандырылған паркымен үлкен манеждер бар. Так, міне қараңыздар, мынау да бір манеж негізі. Алдында есігінде граффитимен безендірілген. Мынау міне бас ғимараты. Өздеріңіз көріп тұрғандай, жазудан оқығандай, бұны үкімет қалай айтсақ болады, үкіметтен бөлінеді осыған ақшаның бәрі. Дегенмен сонымен үкімет қолдайтын болып тұр да. Мынау міне екінші манеж. Манеж дейтін нәрсені біздер бұрын телевизор, қазақшасын білмеймін енді. Біздер ютубтан, интернеттен, телевизорден көретін боламыз. Көретін еді. Қазір әмбесіне көріп міне құрметті бауырлар, өздеріңіз көріп тұрғандай манеж. Құмымен, бала құлаған жағдайда мінетінімен, одан қалса мынандай мінетін жер бар. Мынау кішкене мүмкіндік шектеулі балаларға коляскамен көтеріліп ана жерден көріп тұрғаныңыздай өте керемет бір шетелде жүргендей сезімде жүр. Тағы да қайталаймын, өйткені біздерге бұл біздің Маңғыстау облысында бұндай кешендер жоқ. Бірер сараң біздер айдаладан круг саламыз, өздеріміз трактор жалдап. Өзіміз круг саламыз. Кругқа 1-2 жылдан кейін бір кәсіпкер келеді да, өзінің ғимаратын салады, өзінің кәсібін салады. Сонымен круг та жоқ, басқа да жоқ. Кетеміз тағы. Мына жерден міне қарау алаңы керемет. Көріп тұрғандағыдай садақ ататын, садақ атуға да болады. Яғни жан бату да бар, садақ ату да болып тұр мына жерде. Ал кеттік кругын қарайық. Ал мынау міне артымызда тұрғандағыдай конюшнялары, былай айтқанда ат қоралары. Ат қоралар сырттан келген, алыстан келген қонақтарға арналған. 2-3 сондай кешен мына жер. Көріп тұрғаныңыздай мынау кругы, айналма жолы. Жұмсақ жол дейді. Ол біздің яғни Маңғыстаулық аттарға дәл қиындау болады. Жігіттер айтады, бұл жақсы, біздің аттар осыған мен бергенмен. Бізде өздеріңіз білетіндей Маңғыстау облысында жер қатты, сондықтан біздің аттар қатты. Бірақ мына жер біздің аттарға қиын. Жаңа бәйге Атшабар комплекстің міне трибунасы, сахнасы міне. Бүгінгі аламанның бас жүлдесі. Ал мықты алсын, ал мықтыға бұйырсын.
Жарыс жолын босатайық. Төрешілер бәрі қарап жүріңіздер, жарыс жолын босатып қойыңыздар. Қырық алты тұлпар бәйгелер жолына түсті ағайындар. Бәрімізді демеушілік көрсетіп, осы жерден өтіп бара жатқан кезде қиқу салып, айқайлап отырайық ағайын. Сосын анау жігіттер неше айналып қалғанын көрсетіп тұрыңыздар. Енді бұл ат десе қазақтың делебесі қозып, ат бәйгесі десе өзі тұра шапқанда жүгіреді бағай. Бай адам осы бәйгеде ат қосып атырып, атым бірінші келіп, қуанғаннан микрофон тастап үстіне жүгіріп кетсем, біреу хабарлап атыр. Ат бірінші келіп, шымберген екінші келіп. Сондай делебені қоздырып, бәйгелеріміздің аттарымызды қоздырып отырайық ағайын. Шашасына шаң жұқпай шаршамайдара, өмірінен дүрлікті ән сан айнала. Әні кетіп барады жалға жабысқан, желмен бірге жарысқан қаршада айбала деп айқайлап отырамыз. Келе жатыр аттарымыз, бәрімізді дайын отырайық ағайын. Қошеметімізді көрсетіп, қиқу салып отырайық. Ал енді аттың нөмірлерін бәрін жаттап қалыңыздар. Ahey! Ayhay qayda, şu qayda, hürmetli qayda, koşumet! Hey, barakillah!
Соңғы 2 айналым қалды. Қошеметтеп қойыңдар тұлпарларды. Алматы қаласынан келген тұлпар топ басталып келеді. Al. Тойларында қазағымның ат шабады, тұяғынан тұлпардың от шығады. Кәрі демей, жас демей, бәрі де сол бәйгені көруге асығады. Көмейден жыр төгеді ақындары, қарысады балалардың тақымдары. Тұлпар мінген балаға айқайлайды, айырылып қалған байып ақылдары. Қалеге қошеметтеп қойыңдар. 17 номердегі Самана есімді сайгылық топ бастап келеді. Нұрбай шаруа қожалығы, Шабандозы Саматұлы Арнұр, Саманай Алматы қаласының аты топ бастап келеді. Hey! Yollarımız Şabandozlar. Al endi. Buyursa sәті болсын ағайындар. Сәті болған ауруға не болса сол ем болады деген. Қазір енді менің әулиелігім ұстап тұрып, бірақ келеді бірінші, сосын қалған аттар келе береді жаймен. Қиқу салып айқайлап осы жерден ат денемесін қоздырып, бәрін қоздырып отырайық ағайын. Екі айналым қалды. Міне тағы да аттар келе ат келе жатыр, аттар деп тұр, екі болды. Әй, бала жолың болсын. Жүрін күреп отыр. Қалайығында айбын қазір енді осы алдарыңыздан өткенде соңғы айналымға кетеді. Сондықтан бәріміз қиқу салып айқайлап, құрмет атпен балаға құрмет көрсетіп отырайық. Жаңа енді азғантай үзіліс болды, кешірім сұраймыз, свет сөніп қалып, микрофон қосылмай қалды ағайындар. Енді айтқан сөзімізге көндіргесін, Allah svetimizi söndürmesin. Adında. Ala çarşı yolunda at ve adamları size çıkarcı verinizler. Buraya giderimizi getirmek, kesinlikle tegizmek. Elde topмен келе жатқан аттарымыз бар. Мінекей сылқа түсті. Бәріміз де қиқу салып айқайлап отырайық, қадірлі ағайын. Аттарымыз бәйгілі болсын. Соңғы айналымға кетіп жатыр. Аттар соңғы айналымға кетеді осыдан кейін. Айқайлап қиқу салайық ағайын. Талаптарым оң болсын шабандоздар. Бәйгілі болыңдар. Қадірменді ағайын, 17 номердегі Замана есімді сайгілік Алматы облысынан топ бастап келеді. Екінші болып Қарабура Ипашев Ералы Ақтөбе облысы. Қошеметтеп қойыңдар. Және де үшінші болып Алматы қаласынан келген Жұмбақтас есімді сайгіліктен топ бастап келеді. Осы сайгіліктердің біреуі
Бүгінгі бас жүлде облыс әкімінің кубогының иегері болып, жаңа Нива автокөлігінің иегері анықталады. Соңғы айналым қошеметтеп қойыңдар. Hayda koyak bunu tamirat geldim. Ay barakallah. Өздеріңіз көріп отқандай. Өлең деген сермен ақындан шығар. Батырлық, қайсарлық еңбесінен батырдан шығар. Алла Тағала атта тіл жоқ, айтпесе ішінен боқтап бара жатырған шығар деп қойын. Ал енді аттарымыз соңғы айналымға кетті. Қазір жүзсізға түсіп, келе жатқанда барында айқай салайық. Балашам! Қаламың оң болсын! Ay bala. Aslında zar sondan çıkıp kalıp жатыр, ayıp etmеңіздер. Kişi gittiğinde bir şekilde tatlı olur. Al kıyıkula şan çıkıp kara göründü. Argımaklar alda dara bölündü. Topraktı tönkörüp tarlan canı var. Kayыстырып келеді қара жеріңді. Құлағын тұры қайшылап қазанаттарың. Бақпен бағы сай келсе озадаттарың. Ал бүйіртіп бәйгінің алдынан келсең. Көкке дақтырып өркіңді. Азаматтарым! Соңғы айналым бас жүлдеміздің иегері анықталады. Ағайын қошеметін көрсетіп отырсын, қуатын ағайындар. Ең соңғы айналым аттар келіп жатыр. Бәрекелді! Алматы облысынан келген Бұлғынов Фирхат ағамыздың сайгүлігі. 12-ші номерде Ақтөбеден. 12-ші номер Ақтөбе қаласы 2-ші күн. 3-ші күнде сайгүлігіміз Алматы қаласынан. Ay bәрекелді! Бірінші болып келген 21-ші номердегі Жұмбақтас есімді сайгүлігіміз Алматы облысы. Ат иесі Бұлғынов Фирхат. Шабандозы Мұратхан арнап қошеметтеп қойыңыздар. Екінші болып келген Қарауыра Ақтөбе облысы Қабда ауданынан Имашев Ералы. Шабандозы Айдос Айбозин. Үшінші болып келген Нұрай шаруа қожалығы Алматы облысынан Ақтасов Ержан ат иесі, ат бапкері Шабандозы Саматов Арнұр. Үшінші өткен Алматы облысы. Бәрекелді! Ақтөбенің көрсін арайын, бәйгінің көрдік талайын, көңілдің ашып сарайын. Оған дейін азат жүргізе тұрыңдар. Мен темекі тартып алайын деп қойдым. Үшінші орын иегері. Айта мінгізі шерсоң, айта мінгізі. Мінгіз, мінгіз. Ол келе жыл сағаты заманай достар. Құрмет қошемет берейікші. Алматы облысы қадірменді достар. Құрмет қошемет. Үшінші орын иегері. Екінші Ибашев Ералы Ақтөбе облысы Қабда ауданы. Жалқысының аты Қарабура
Айдос. Үшінші орын иегерлігі тағы бір құрмет қошемет білдіріп қойыңыздар. Сертификат 300 мың теңге. Екінші орын иегері 600 мың теңге сертификат. Құрмет қошемет. Бірінші орын иегері Балғанов Мерхат. Аттың аты Жұмбақтас. Шыбандозы Мұратхан Арнат. Алматы облысы. Иегері Нива автокөлігі. Автомобильдер айқай қайда, шу қайда? Еркаш, сенде команд? Автокөліктер тағы бір мәрте құрмет қошемет білдіріп қойыңызшы. Бас жүлде иегері Нива автокөлігі. Және де облыс әкімінің кубогының иегері. Атыр. Нива үстінде қалған ағаң сен? Нива үстінде қалған ағаң? Сен қолдайға. Атыраулықтар менде бағалады. Атыраулықтар ма не? Алматы. Дүнен мақтамайды бауырым. Сауқаға тек. Астарыңа бақ болсын, астарыңда тақ болсын. Қара машина, қара ат, қара бала, жолдарың бәрі ақ болсын деп. Үлкі отыр қалған деген. Сай бар ғой, жең бар деген. Айт келсе, өлерді айт базгесі. Әрқашан бола берсін мақтанымыз, еңбекпенен осылай ақтадыңыз. Жана берсін ағайын бақтарыңыз. Және де барлық республика бойынша бірінші орын ала берсін. Ақтөбеден шығып жатқан көкпарымызды қояш ағайын. Аттың үстінде жүріп жердегі теріні алу өте оңай емес ағайындар. Қалтамыздан түсіп қалған нәрсені алып қойдым кейін. Ал енді кезекте өзінің ағашарма ақтілігіменен ортаға шақырып рұқсат етіңіздер. Әлішев Жәнібек ағамызға микрофон ұсынып ұстатамыз. Әлішев Жәнібек ағамыз, ал құрмет қошемет білдіріп қойыңызшы. Ардагер ағамыз. Ассалаумағалейкум тойшы қауым. Ағайындар, мынандай, міне қандай мерекелі күнге тап болып отырып. Мына бір үзіліп қалуға қалған, бір жоғалып кетуге қалған бір өнеріміз, халқымыздың, қазақ халқының бір қанынан өткен дәстүрді. Осыны мына дәріптеп, осыған мына осындай халықты елді жинап, қандай ғаниметпен қараңдар. Осындай елді жинап, құрмет жасап жатқан облыс әкімі, Оңдасын Оразалинге барша Ақтөбе халқының атынан, барша ақтөбелердің атынан рахмет айтайық халық. Алғыс айтайық. Алдағы өмірде бала шағасы қызығын көрсін. Осы бізге жасаған жақсылығы алдынан шықсын. Алла жортқанға жолын, қыдырата жолы болсын деп
barchalarımız yetmeyiz. Tanrı'yı kaldır. Осы құрметті ағайындар, мына жастар, осындай сендерге қылып атқан еңбекті, бізге қылып атқан еңбекті бағалайық, әрдайым бірлікте болайық, тату болайық, достықта болайық. Амин халқым, рахмет сізге, мың жасаңыз. Көздерін халқым салып ет. Алланың түскен жарығы. Сөйлеп жатқан ағамыз ардагер аға Жәнібек. Allah тілегін қабыл ет деп аумин деп қойыңыздар ағайындар. Ардақты ағайын. Бәйгелікті ағайындар, қол соқ қошемет сауатылдар ағайын. Атырау жылой ауданы. Бірінші нөмірде Сұркөжек, Ақтөбе, Қошанов, Серік ағамыздың жауыны. 9-шы нөмірде Қарагөз, Алматы облысы. 3-ші нөмірде Лашын, Атырау. 19-шы нөмірде Жібек, Атырау. Қызғалдақ, 7-ші нөмір Қостанай. Бота торы, Қонысма Ерасыл Шабандозы. 8-ші нөмірде Тауас есімді сәйгілгі Қызылорда, Қызылқұға Сағыз ауылынан келіп тұрған. Айтұмар 21-ші нөмірде Алматы, Найзағай, Орал қаласы. Бұйымтай, Атырау облысы Жылой ауданы. Хабар есімді сәйгілігіміз Ойыл ауданынан келген. Ат иесі Рахатов Мұхит. Кетті Құнанбайге бастаймыз. Ахын! Құнан бәйгімізге барлығы 18 бәйгіні қатысып жатыр. Қошеметтеп қойыңыздар. Құнан деген төбеге аяқ басқан, жақындығы тұлпарға аяқтастан, Құнанның тұлпар болсын деп айтамыз, ағайын бәйгісінен қосқан. Baygısı 3 ayın alım. Атырау, Ақтөбе, Орал, Қостанай. Қай сайгілік тұспан сайында бүгін жақсылап тұрады. Видеоға түсіріп ба? Фотоға ба? Телефон бар ма фотоаппаратта? Фотоаппаратта ашшы. Аса берейін ба? Ben balı say gelse o adakların, al bıyıltıp beygenin aldından gelsen, köpke vaktır bölgünde azamatları. Anegi қошеметтеп қойайық, ағайын. Құнан бәйгісі бірінші айналым аяқталып келеді. Ұйқыла шаңшығып қара көрінді, арғымақтар алдына дара бүлінді. Топырақты төңкеріп тарлан жануар, қайыстырып келеді қара жеріңді. Ей айқайла, пайпайла, думандағы той-тойла, шаңға бұқты айнала, алда кетті қайбала, бас қамшыңды тоқтамай. Ал ардақты ағайын, бәйгеге түскен жігіттің бәрі де қазақтың баласы. Бақшамама, оны жеңіс нәресінде көреміз. Ал әзірше барлық шабандозға рух берейік. Қошеметтеріңізді аямаңыздар. Шап!
Laşın есімді сайгылығымыз Атырау облысынан топпастан келеді. Үшінші нөмірде екінші болып Жібек есімді сайгылығымыз Атырау облысынан топпастан келеді. Қошеметтеп қойыңыздар. Ай бәрекелді, қамшылап отырайық ардақты ағайын, қамшылап. Бұл тойды көрген жарманда, көрмеген жарманда. Қаның ойнап мұндайдай жаңғырар елде, жүлдеңді алдай күннің алдынан келді. Ошаратқан баланы Соңғы айналымға да жақындаған секілдіміз. Тұлпарды да тұяқтан қалдыра көрме. Ей айқайла, пайпайла, думандар Қай жылқының алғаш болып келетінде қазір көз жеткіземіз ардақты ағайын. Бас қамшыңды тоқтамай. Ей айқайла, пайпайла, Алыстан шаң бұрқыратып келе жатырған біздің шабан достарымыз соңғы айналымда өздерінің бақтарын сынайтын болады. Жылқыменен жаны егіз шабан достарымыздың жеңісіне бір ауыздан куә болайық. Қай шабандоз алғаш болып келсе де қазақтың жеңісі. Бүгін мінеке бас қосып отырмыз. Барлығымыз бір ауыздан қазақтың салт дәстүрі, әрбір қазақтың баласына үлгі болатын, сабақ болатын керемет тойдың куәсі болып отырған ардақты ағайын. Бір-бірімізбен күнде бұлай көрісе бермейміз. Осындай сізбен біздің бас қосуымызға басты себепкер болған бүгінгі сайыстың ұйымдастырушыларына да бір жақсылап қол соғып қошемет көрсетейік. Ал соңғы айналымда Лашын есімді жылқымыз топ бастап келеді. Атыраудан келген шабандоз Құбайдолла Әділхан, отбасы шаруа қожалығы. Екінші болып келе жатырған жылқы Жібек, Атырау, отбасы шаруа қожалығы. Шабандоз Дүйсекең Расул. Ал ардақты ағайын, соңғы айналым. Қошемет қайда, қошемет? қайшылап қазанаттарың, бақпен бабы сай келсе бозадаттарың. Ой, шап! Албүйіртіп бәйгенің алдынан келсең, көкке лақтырып өркінді азаматтарың. Ей, шамдар! Мінеке қадірмен ағайын қазір Шаңшығып қара көрінді, Жібек есімді Қаракөз есімді сайгылығымыз топ бастап кетті. Алматы облысынан келатқан жануар қайыстырып келеді. екінші болып Қызғалдақ есімді Қостанай облысынан келген тұлпар топ бастап келеді. Ағайын мінекей бәйгенің керемет сәттері. Қамшыңды тоқтамай. Айқайла, пайпайла, думандатып той-тойла, шаңға бүкті айнала, алда кетті қайбала. Бас қамшыңды тоқтамай. Шашасына шаң жұқпай шаршамай дара, дүбірінен дүрлікті ән Қошеметтеп қойыңдар. әнеге барады. Алматы облысынан келген 9-шы нөмірдегі шабандозы Сарманбет Инсар Қаракөз есімді сайгылық топ бастап келеді. Той-тойла, шаңға бүкті айнала, алда кетті қайбала. Бас қамшыңды тоқтамай. Айқайла, пайпайла, думандатып той-тойла, шаңға бүкті айнала, алда кетті қайбала. Бас қамшыңды тоқтамай. Қараторғынан ат иесін шақырамыздан шабандозға қойған. Трибунаның оң жағына шақырамыз. Қошеметтеп қойыңыздар. 3 құнан топтасып келеді міне. Бірер сәттен соң облыс әкімінің кубогын жүлдегерін анықтайтын боламыз.
Жүлдеңді алдай күннің алдынан келді. Ожаратқан баланы сақтай көрсін, тұлпарды да тұяқтан қалдыра көрме. Ей, айқайла, пайпайла, думанда той тойла, шаңға бүкті айнала, алда кетті қайбала. Ал ардақты ағайын, санаулы секундтардан кейін жеңімпазымыз анықталатын болады. Қосылай қошемет көрсетейік. Жеңімпаздарға лайық қошеметтеріңізді аямаңыздар. Қайдасыздар Ақтөбе? Ал бәрекелді. Ал жеңімпаздарды қарсы алайық. Ahoj, Xudan degan dediga oyoq bosgan, жақындығы тұлпарға таяқтастам, Xudoning тұлпар болсын деп айтамыз. Ва ағайын бәйгеге құнан қосқан бірінші болып келген Алматы қаласынан Болғанов Мирхат ағамыз тағы да бірінші келді. Айтұмар есімді сайғынымыз. Екінші болып мәреге 9-шы номердегі Ауас есімді сайғынып Атырау облысынан, үшінші болып 7-ші номердегі Қостанай облысынан Қызғалдақ қошемет. Ойыңыздар ағайын. Бәрекелді ардақты ағайын. Қошеметпен ағайын топ бәйгеміз басталып кетті. Жарыс жолына 25 тұлпар қатысып келеді. Аттар таныстырып өтейік. Топ бәйгеміз 5 айналым болады. 28-шілерде жайына есім сөйлік. Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданы. 21-ші номерде көк асыл арна есім сөйлік. Алматы облысы Қарасай ауданы. Ат иесі Әбілмансұр Асқар. 20-ші номерде Қасқасу сөйлік. Алматы облысы Әбілмансұр Асқар. Ат иесі. 19-ші номерде Алтын Орда есімді тұлпар. Атырау қаласы Құлагер шаруа қожалығы. 18-ші номерде Баян Сұлу есімді сәйгілік. Атырау қаласы отбасы шаруа қожалығы. Тобылғы торы есімді сәйгілік 9-ші номерде Жанкуликтер әулеті. Мис Маззог есімді тұлпар Қостанай облысынан 17-ші номерде. 7-ші номерде Шапағат есімді тұлпар Тараздан келген біздің шабандозымыз Құтманалиев Нұрсұлтан. Қол соғып қошеметтеп отырайық ардақты ағайын. 16-ші номерде Желкүрек Сағыз ауылы Исатаев Нұрлыбек. Топ бастап келе жатырған 18-ші номер Баян Сұлу есімді сәйгілік. Және 15-ші номердегі Бейнелия есімді тұлпар. Топ бәйгеде өнер көрсетіп жатырған 14-ші номердегі Тұмар есімді сәйгілік. Тұлпар Қалта ауданынан 10-ші номерде. Дарабоз есімді сәйгілік. Алматы 12-ші номер. Самал есімді тұлпар 3-ші номерде. Шуарқұдық Орынбасар Дархан.
Бірінші номерде Қыран есімді тұлпар Ақтөбе облысы Байжарқынов Бекбол. 15-ші номерде жаңа ғана айтып өттік. Осы бәйгеде алда келе жатырған Жаңабаев Болаттың жылқысы Бинеля. 27-ші номерде Жұлдыз есімді Сәйгүлік Серкебаев Меңдіғали Қапты ауданы. Тұмар есімді тұлпар Маңғыстау облысы Жаңабаев Есенбай. 11-ші номерде 5-ші номердегі тұлпар Баян Сұлу Бесенбаев Талғат. 2-ші номердегі Сәйгүлік Бесқырына Әйтекебей ауданы Ахмет Жанарс. 8-ші номердегі Қостанай облысынан келген Руф есімді тұлпар. 22-ші номерде Әйтекебей ауданы Аралтөбе Айжұлдыз есімді Сәйгүлік. Және 25-ші номерде Ибашев Ермек Қапты ауданы Адай торы есімді тұлпар. Ал ардақты ағайын, қошемет, қол соғайық, жарысқа, бәйгеге қатысып жатырған барлық шабандоздарға рух беріп отырайық ардақты ағайын. Құланың түрқайшылап қазанақтарын, бақпен бабы сай келсе босадаттарын, ал бұйыртып бәйгенің алдынан келсең, көкке лақтырып өркінді азаматтары. Ай, бәрекелді, Ақтөбе, қошемет қайда, қошемет? Ақтөбе неге қиқуламайды? Шаңшылып қара көрінді, арғымақтар алдына дара бүлінді, топырақты түнкеріп тарлан жануар, қайыстырып келеді қара жер. Ай, бар ғой алды келе жатырған шабандоз. Думандар той-тойла, шаңға төкті айнала, алда кетті қаңғала, бас-бас қамшыңды тоқтамай. Шап! Пай-пайла, думандар той-тойла, шаңға төкті айнала, алда кетті қайбала, бас-бас қамшыңды тоқтамай. Ай, бәрекелді. Шашасына шаң шықпай шаршамай дара, дүбірмен дүрлікті ән сарай дала, әнеге етіп барады жалға жабысқан, өй желмен бірге жарысып қаршадай бала. 18-ші номерде Баян Сұлу есімді Сәйгүлік топпастап келеді. Атырау қаласы. 5-ші номерде Бинеля есімді Орал қаласынан Байтал бастап келеді. Жанабаев Болаттың Сәйгүлігі шабандозы Жанабаев Арыстанбек қошеметке қойыңыздар. 3 айналым қалды. Соңғы 3 айналымда бәрі де өзгеруі мүмкін. Ол енді тұлпарға, шабандозға байланысты. Қаның ойнап мұндайдай шаңдырар елде, жүлдеңді алдай күннің алдынан келде. Ошаратқан баланы сақтай көрізім, тұлпарды да тұяқтан қалдыра көрме. Ей, айқайла, пайпайла, думандар той-тойла, шаңға көкті айнала, алда кетті қайбала, бас қамшыңды тоқтамай. Ей, айқайла, пайпайла, думандар той-тойла, шаңға көкті айнала, алда кетті қайбала. Әлі де алда 18-ші номердегі Баян Сұлу есімді Сәйгүлігін ұстап бастап келеді. Отбасы шаруа қожалығы шабандозы Дүйсенов Расул. 2-ші болып Бинеля есімді Сәйгүлік ұстап бастап келеді. Жанабаев Болаттың Сәйгүлігі шабандозы Жанабаев Арыстанбек. Ал соңғы 2 айналым қалды ардақты ағайын. 2 айналымда көзді ашып жұмғанша өтеді де кетеді. Кім жеңімпаз атанады, оған біз өз уақытты көз жеткізетін боламыз. Әзірше сайыстан қалмай келе жатырған барша шабандоздарға, барша ақтөбеліктердің атынан қошемет сұраймыз. Жігіттерімізге рух беріп отырайық ардақты ағайын.
Әзірге Баян Сұлу алда. Қасқасу есімді тұлпар екінші болып келе жатыр әзірге. Алматы облысынан. Және 25-ші номерде Адай Торы есімді Қапта ауданынан келген тұлпарымыз 3-ші орында келе жатыр. Тағы да ескертіп өтейін, соңғы 2 айналым қалды. Шарадан шығып шалқысын, ақ есінің құмар, жанады екен қаяттың, маңдайда бақпен шырағы, келелі қосып мұндайда, алаштың жұрты алған. Құйрық түсесіп келедіген көреміз бірер сәттен соң. Жайна есім Сайғынов Торы 4 жасар Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданы Байтал ат иесі Пайдин Махамбет бапкері Тұрсыналы Ерлан
Шабандоз Садуақасов Бақыт 28 нөмірдегі тұлпарымыздың топ бастап келе жатқанын көріп отырық. Ал ардақты ағайын, жеңімпаздың мәреге жақындауына санаулы секундтар қалды. Жеңімпазымызды қошеметпен қарсы алайық. Жеңімпазға қолдау көрсетуге қаншалықты дайын екенімізді, жеңімпаздың марапатын қаншалықты бөлісуге дайын екенімізді көрсетіп отырайық ардақты ағайын. Ақтөбе қайдасыңдар? Ақ бәрекелді! Естілмейді Ақтөбе! Шап! Шап! Топ бәйгеде топ жарып, алғаш болып жеңіс мәресіне жеткен Жайна есімді тұлпарымыз Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауылы. Тізгінде Садуақасов Бақыт есімді шабандоз. Екінші орында Адай Торы есімді тұлпардың тізгінінде Өтеген Ералы Қамды ауданы. Міне, екі тұлпарымыз үшінші орын ішіндегі аласып келеді. Тойларында қазағымның аты шабады, тұяғынан тұлпардың от шығады. Кәрі демей, жас демей, бәрі де сол бәйгені көруге асығады. Көмейден жұрт өгеді ақындары, қарысады балалардың тақымдары. Тұлпар мінген балаға айқайлайды, айырылып қалғандай бұл ақылдары. Қошеметтеп қойыңыздар үшінші орынға аласып жатқан аттарды. Қошеметтеп қойыңыздар ағайын. Номері үшінші сәйгілігіміз Самал есімді сәйгілік Шұбарқұдықтан. Құрмет Қошемет, үшінші орын иегері. Екінші орын иегері Ибашев Ералы, Ақтөбе облысы, Қапқа ауданы. Шалқысының аты Қарабура. Шабандоз Айбойсын Айдос. Үшінші орын иегерімдегі тағы бір мәрте құрмет қошемет білдіріп қойыңыздар. Сертификат 300 мың теңге. Екінші орын иегері 600 мың теңге сертификат. Құрмет қошемет. Бірінші орын иегері Балғанов Мерхат. Аттың аты Жұмбақтас.
шабандозы Мұратхан Арнат, Алматы облысы. Құрмет қошемет білдіріп қойыңыздар, қадірменді достар. Бас жүлде иегері Нива автокөлігі. Автомектер айқайғайда шулайды. Автомобильде тауыр мәрте құрмет қошемет білдіріп қойыңызшы. Бас жүлде иегері Нива автокөлігі. Және де облыс әкімінің кубогының иегері. Бастарыңа бақ болсын, астарыңда тақ болсын. Қара машина, қара ат, қара бала, жолдарыңдар ақ болсын. Ақтөбе облысы әкімінің кубогы Құнан бәйге жарысы бойынша өз мәресіне жеткен болатын. Осы Құнан бәйгеде жүлделі 3-ші орынға ие болған Қызғалдақ атты жылқы ат иесі Еспенберов Арман, Шабандоз Ахметов Нұрасыл, Қостанай облысы. Осы Құнан бәйгеде жүлделі 2-ші орынға ие болған Қарагөз есімді жылқы ат иесі Жанкуликовтер әулеті, Шабандозы Сарманбет Инсар, Алматы облысы. Және Құнан бәйгенің бас жүлдесі Айтұмар есімді жылқы ат иесі Бұлғынов Ерхат, Шабандозы Мұратхан Арнат, Алматы облысы. Жүлделеріңіз құтты болсын. Әрдайым жеңіс тұғырынан көрініңіздер. Қошемет қайда Ақтөбе? Қошеметтеріңіз аямаңыздар. Ал ардақты ағайын, шабандоздарымызға осы сайысқа бәйгеге өз тұлпарларын алып келген ат иелеріне қол соғып қошемет көрсетейік. Сіздердің алдарыңызда өздерінің бақтарын сынаған барша шабандоздарға, тұлпарларға, сәйгүліктерге қошеметтеріңізді аямаңыздар. Бүгінгі Ақтөбе облысы әкімінің кубогы жүлдесі ойнатылған тай жарысында жүлделі 3-ші орынға ие болған Төлғара есімді тұлпар ат иесі Тілемісов Тұрарбек, Орал қаласы, Шабандоздың есімі Мұратхан Арнат.
ағамыздың жеке көлемінде сыйлығымыз. Дәл осы тай жарысында жүлделі екінші орынға ие болған жүлдегер есімді сәйгүлік Алға облысы ат иесі Сырлыбай Қайсар, шабандоздың есімі Абдумалик дейді. Қол соғып қошемет көрсетейік. Әлешев Жәнібек ағамызды сахна төріне шақырамыз. Жәнібек аға, келіңіз ақсақал. Мынау сіздің ауылыңызда өз өнерлерін көрсеткен жүлдегерлерге марапаттарын табыс етсеңіз дейміз. Және тай жарысында бас жүлдеге ие болған Сұңқар есімді тұлпар Хромтау ауданы ат иесі Жантерек Мәлік, шабандоз Ғани Жанарыс. Қошеметтеріңізді аямаңыздар. Ой, бәрекелді. Ардақты ағайын, топ бәйгенің жүлдегерлерінде марапаттауға рұқсат етіңіздер. Қошеметтеріңізді сұраймыз, алақандарыңызды аямаңыздар. Сіздердің қошеметтеріңізге әрбір шабандоз, әрбір тұлпар лайық. Ақтөбе облысы әкімінің кубогы топ бәйгеде жүлделі 3-ші орынға ие болған Самал есімді тұлпар Шұбарқұдық ат иесі орынбасар Дархан, шабандоз Мақсатов Саламат. Осы топ бәйгеде жүлделі 2-ші орынға ие болған Адай Торы есімді тұлпар Қапқа ауданы ат иесі Ибашев Ермек, шабандоз Өтеген Ералы. Топ жарған Жайна есімді тұлпар Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауылы ат иесі Пайдин Махамбет, шабандоз Сәдуақасов Бақыт. Қошемет қайда ардақты ағайын, Ақтөбе қонақжай халықпыз ғой. Бүгін сіздердің алдарыңызда алыстан келіп, өз өнерін көрсетіп, дара топ жарып, жеңіске жеткен жеңімпаздарға қошеметтеріңізді аямаңыздар.